Ассалаумағалейкум қазақ елі, эфирде жаңа уақыт, студияда Әнуар Карбозов. Астанаға ресми сапармен Германияның канцлері Олаф Шольц келді. Еуроодақтың іргелі мүшесі Қазақстанға тікелей инвестиция құюға мүдделі. Тараптар тауар айналымын арттырып, сауда байланысын нығайтуға келісті. Еуропалық одақ Ресейден іргесін аулақ салған соң Орталық Азияға ойысып жатыр. Аталған тараптардың бірі орыспен қату, бірі тату болса да, геосаяси шиеленіс жаңа шешімдер қабылдауға мәжбүр етті. Жағдайға қарап, екі жақтың мүддесі де өзгерді, межесі де белгіленді. Біздің аймақ Ресей және Қытаймен шектесетін маңызды логистикалық рөл атқарады. Пайдалы қазбалардың көзі, сирек кездесетін металдар бар. Ал Қазақстанға инвестиция мен тың технология тарту керек. Орайлы сәтті оңтайлы пайдалануға Олаф Шольц те үмітті. Бұл Германия үкіметі басшысының соңғы 14 жылдағы елге алғашқы сапар екен. Ресми. Елдеріміздің арасында өзара сенім бар, берік достық қатынастар орнаған. Біз жаңа ғана шағын құрамда екі жақты қарым-қатынасты одан әрі нығайту мәселесін талқыладық. Сауда, экономика, инвестиция саласындағы ықпалдастықты тереңдетуге ерекше назар аудардық. Бұдан бөлек өзекті халықаралық мәселелер туралы сөз қозғадық. Әсіресе қазіргі геосаяси ахуалға, жаһандық қауіпсіздікке және аймақтық дамуға, климаттың өзгеруіне қатысты пікір алмасты. Канцлер президенттен Украина төңірегіндегі жағдайға қатысты пікірін сұрады. Қасым-Жомарт Тоқаев әскери тұрғыда Ресейдің жеңілмейтінін айтты. Кесірі көрші елдерге тиетінін жеткізді. Бірақ бейбітшілік орнатуға әлі де мүмкіндік барын нақтылап өтті. Мемлекеттер басшылары келеді, кетеді. Ал халық, әсіресе көршілес халықтар бейбіт әрі бір-бірімен түсінісіп өмір сүру керек деді президент. Өтінішінен кейін Олаф Шольц өзімен бірге іскер топтардың белді өкілдері келгенін айтты. Сіздің еліңізге тікелей инвестиция салу және сауда айналымының көлемін арттыру үшін экономикалық байланыстарымызды жақсартуға барлық жағдайды жасаймыз. Энергетика саласындағы серіктестігіміз дәйекті түрде алға жылжып келе жатқанына дән ризамыз. Екі ел арасында сенімді әрі жүйелі ынтымақтастық орнаған. Бұл бүкіл әлемге жақсы үлгі. Сондай-ақ біздің алдымызда тұрған халықаралық сын қатерлер төңірегінде жан-жақты пікір алмасқанымызға қуаныштымыз. 2025 жылға дейін Еуропамен арадағы тауар айналымы 50 миллиард долларға жету керек. Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр Қырғызстанда өткен Орталық Азия мен Еуроодақ саммитінде осылай деген. Бұған қуатты мемлекет ретінде Германияның қосар үлесі сүбелі. Германия тарапынан сирек металдар туралы қызығушылық өте зор. Қазір литий туралы геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер олар осы литий Қазақстанда тапса, одан кейін литий өндірілетін заводтары осы компания жоспарының бойынша Қазақстанда тұрғызға бар. Тараптар өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақты арттыруға мүдделі. Әсіресе энергетика, жасыл трансформация, тау-кен өнеркәсібі, көлік логистика, климатты қорғау, экология және ауыл шаруашылық салаларында ықпалдастықты күшейтпек. Білім ғылым саласында да 6 келісім бекітілді. Аграрлық университет Алматыдағы, соның негізінде су шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығы ашылады. Қазіргі таңда су мәселесі үлкен мәселеге айналуда. Сондықтан арнайы практикалық қолданбалы ғылыми зерттеу орталығы болады. Соңғы 7 айда арадағы сауда саттық 2 миллиард 300 миллион доллардан асты. 2005 жылдан бері Германиядан 6 миллиард 700 миллион доллар инвестиция тартылған. Бұл қаржының 90% шикізаттық емес секторға тиесілі. Нысаналы ығыл, Нұралы Құдайберген, Жібек жолы. Неміс компаниялары Ақтауда көліктік логистикалық хаб салуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар Германияның алпауыт кәсіпорындары ауыл шаруашылығы, энергетика және тағы да басқа салаларда Қазақстанға инвестиция қоймақ. Бүгін екі елдің бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен форумда 35 жобаны жүзеге асыру бойынша құжаттарға қол қойылды. Толығырақ тікелей эфирдегі тұрған әріптесім Асылбек Тойбек егжей-тегжейлі айтып беруге дайын. Асылбек, қайырлы кеш. Қазақ неміс кәсіпкерлер тағы қандай келісімдер жасасты? Қайырлы кеш, Ануар. Жаңа ғана президенттің қатысуымен бизнес форум аяқталды. Алдымен шараға дейін мемлекет басшысы Германияның ірі бизнес өкілдерімен кездесті. Президент қол қойылған келісімдер мен бірлескен бастамалар Астана мен Берлин арасындағы ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестікті нығайта түсетініне сенім білдірді. Тура бір жыл бұрын президент Германияға ресми сапармен барғанда ірі іскерлік топтарын Қазақстанға шақырған болатын. Сол кезде немістер елімізде инвесторларға
жасалатын жағдай мен өндірістік әлеуетіне қызыққан. Енді міне өз көздерімен көріп бірден дайын жобаларын ұсынғалы келіпті. Дәлірек 500 компания бизнес форумға қатысуға ниет білдірген. Нәтижесі құны 6 миллиард 300 миллион доллар 35 құжатқа қол қойылды. Мысалы, басқа мемлекеттерден, Қытай, араб мемлекеттерінен тек қаражат пен инвестиция келетін болса, Германияда қаражатпен қоса жаңа технологияны бөліседі. Яғни Германия, егер өздеріңіз білесіздер, басқа мемлекеттермен өзінің технологиясын бөлісуге өте мұқият қарайды. Яғни Қазақстанға үлкен сенімі деген сөз. Германиядан келетін инвестицияның тағы бір ерекшелігі бұл шикізаттық емес өндіріс, яғни тауарды өңдеуге, толық соңына дейін өндіруге бағытталған. Ал Қазақстан инвесторларға қай жағынан алып қараса да қолайлы. Бізде шикізат та бар, кенде көп, көлік логистика жағы да тиімді, ыңғайлы. Мәселен, Қытай мен Еуропа арасындағы жүк тасымалының 80% біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді. Енді шығыс пен батысты байланыстыратын дәліздегі кедергілерді жою басты міндет болып отыр. Техникалық кедергілер жою үшін біз жол картасына қол қоямыз. Осы жол картасы бізге экспорт жағынан өте пайдалы көмек көрсетеді. Неге десеңіз, біз мына товар экспортқа барған кезде біздің сертификаттау сәйкеске келетіне енді ол сондай жеңілдетеді. Германияның экономикасы өнеркәсіп пен өндірістік секторға негізделген. Елде автомобиль жасау, химиялық өнімдер және электроника сияқты салалар жақсы дамығаны белгілі. Осы салаларды инвесторлар біздің елде де дамытуға бейіл. Айта кетсек, өткен жылы немістердің Қазақстанға құйған инвестиция көлемі 770 миллион долларға жетсе, биылғы жылдың алғашқы 3 айында 112 миллион доллардан асқан. Бұл жолы ауыл шаруашылығы саласында неміс технологиясы мен инновацияларын қолдану бойынша да жаңа жобалар бар. Қазақстанның жер көлемі үлкен, сәйкесінше ауыл шаруашылығы да тиімді. Біз агросекторды қаржыландыру мен жаңа технологияларды жеткізу жолын қарастырып жатырмыз. Бұған дейін де Германия Қазақстанға заманауи үлгідегі техникаларды жеткізуші елдердің алды болатын. Ал энергетика бойынша айтатын болса, Қазақстанның жасыл сутегін өндіретін әлемдегі жетекші ел атану үшін әлеуеті зор. Қазіргі таңда Маңғыстау облысының Қарақия ауданында жасыл сутегі өндіретін зауыт салынып жатыр. Егер бәрі жоспарға сай болса, 7 жылдан кейін құрық маңындағы өндірістік кешен іске қосылады. Зауыт жылына 2 миллион тоннаға дейін жасыл сутегін өндіруге қауқарлы. Ануар, бұл бүгінгі жасалған келісімдердің бір парасы ғана. Әзірге мендегі ақпар осы, тізгін өзіңде. Көп рахмет, Асылбек. Ал біз, құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы бір неміс компаниясы Қазақстан мен Қытай шекарасына әуежай салмақ. Қорғаста бой көтеретін терминалда жылына 50 мың тонна жүк тасымалданып, сағатына 500 жолаушы қатынайды. Бұл туралы бүгін қазақ-неміс бизнес форумда айтылды. Бұдан бөлек Германия экономиканың әртүрлі саласына, соның ішінде ауыл шаруашылығы бар, энергетика, көлік, логистика жаңаған әріптесім айтып өтті. Бір талай жобалар жүзеге асыруға ниетті. Дәл қазір әріптесім Зұлқарна Ермұратұлы тарқатады. Астанадағы алқалы жиынға 500-ден астам қатысушы келген. Оның 150-і неміс инвесторлары. Келелі кездесу аясында бірнеше шарт жасалды. Мәселен, Бәйтерек холдингі мен Класс компаниясы арасындағы келісім негізінде жалпы құны 1 миллиард долларды құрайтын зауыт салынады. Неміс компаниясы бұған дейін солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығы көліктерін құрастырып келген. Енді салаға қажетті құрылғыларды өндіруді көздеп отыр. Ал Бәйтерек холдингі өндірілген өнімдерді шаруаларға жеңілдетілген талаптармен ұсынады. Класс берет на себя обязательства по... Зауыт құрылысын неміс компаниясы толығымен өз мойнына алады. Яғни олар ауыл шаруашылығы секторына қажетті құралдарды өндіретін болады. Әрине, Класс компаниясы бұған дейін Қазақстанда жұмыс істеп келді. Ендігі мақсат жоба ауқымын кеңейту. Бүгінгі бизнес форум соған жол ашады. Ал Sky Hansa компаниясы біздің нарыққа алғаш рет аяқ басты. Себебі Қазақстан 9 жолдың торабында орналасқан, әрі шығыс пен батысты біріктіретін негізгі дәліз. Сондықтан Қазақ-Қытай шекарасындағы Қорғас өндірістік аймағы мен шығыс Еуропа шекарасына аэропорт салуға бейіл. Жоба құны 500 миллион еуро. Құрылыс жұмыстары 3 кезеңді қамтиды. Бұл президент жолдауындағы әуе хабын құру жоспарына саяды.
Жоспар бойынша алғашқы кезеңде негізгі инфрақұрылым салынады. Әрі қарай жолаушылар терминалының өткізу ауқымы кеңейтіледі. Жанар жағармай қоймасы да қарастырылған. Алғашқы кезең 2027 жылы аяқталып пайдалануға беріледі. Неміс өнімі сапалы әрі экологиялық таза, сол үшін де әлемде сұранысқа ие. Шетелдік компанияларға Қазақстанда бизнесін дөңгелету тиімді. Себебі Еуропада коммуналдық шығындар қалтаны қағады, ал Қазақстанда баға тұрақты. Сондықтан шетелдік инвесторлар біздің елмен қол алысуға бейіл. Олар тек кәсібінен нәсіп тауып қана қоймай, маман даярлаумен де айналысады. Они обучаются. Неміс кәсіпкерлері қазақстандық азаматтарды барынша өндіріс ісіне бейімдеуге тырысады. Сол үшін тіпті колледждермен қосымша келісімшарт жасап, өздерінің бағдарламаларын ұсынады. Бұл Қазақстан үшін өте тиімді деп ойлаймын. Қазақстан мен Германия арасындағы байланыс бұрыннан бекем, ал бұл бизнес-форум арадағы достықты одан әрі нығайта түспек. Зұлқарнай Ермұратұлы, Қожабек Аханов, Нұрдәулет Қарабаев, Жібек жолы. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Олаф Шольц Қазақстан мен Германияның ынтымақтастығы туралы бірлескен декларацияны қабылдады. Сондай-ақ ресми делегация мүшелері бір қатар құжатқа қол қойды. Ұлттық банк пен Deutsche Bundesbank арасында техникалық мәселе жөнінде түсіністік меморандумы бекіді. Тараптар Шығыс Қазақстан техникалық университеті жанынан Қазақстан неміс ғылым және технологиялар институтын құру жөнінде келісімге келді. Бұдан бөлек қазақ неміс мектебін құру бастамасы да бекіген болатын. Жалғастырамыз. Бүгін Ақордада көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері генерал-полковник, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс салаларының ардагері Сәт Тоқбақбаевты марапаттау рәсімі өтті. Президент оған халық қаһарманы атағын беріп, айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдызбен отан ордендерін қайраткердің кеудесіне тақты. Салтанатты жиында мемлекет басшысы арнайы сөз сөйлеп, Сәт Бесімбайұлының тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына, қорғанысы мен қауіпсіздігіне қосқан үлесін атап өтті. Еліміздің тыныштығы мен тұтастығын сақтау үшін орасан зор үлес қостыңыз. Шын мәнінде мұны нағыз ерлік деп бағалауға болады. Сіз ұлттық қауіпсіздік академиясын қайта құруға атсалыстыңыз. Сол арқылы білікті мамандарды тәрбиелеп шығаруға зор ықпал еттіңіз. Президенттің күзет қызметінің басшысы болдыңыз. Республикалық гвардияға, яғни ұлттық ұланға жетекшілік етіп, оны дамытуға мол үлес қостыңыз. Қорғаныс министрлігін басқарып, саланы өркендетуге зор еңбек сіңірдіңіз. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында еліміздің әскери доктринасы ел мүддесі тұрғысынан қайта қаралып, толық жаңартылды. Міне осындай ел қауіпсіздігі мен тұтастығын қорғау жолындағы еңбегін жоғары бағалаған үшін Сәт Тоқбақбаев Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғысын білдірді. Әділетті Қазақстан құру жолындағы халқымыздың қалауымен жүзеге асырып жатқан зор еңбегіңіздің және сүйікті отанымызды қауіпсіз әрі халыққа жайлы елге айналдыру үшін жүзеге асырып жатқан саясатыңызды толығымен қолдаймын. Тәуелсіздігіміздің баянды болуы мен адал әділетті Қазақстан құру жолындағы сізбен әрдайым біргемін. Еліміздің іші даудан, сырты жаудан аман болсын. Отанымызда тыныштық, бірлік, ауызбіршілік әрдайым салтанат құрсын. 17-ші жазғы паралимпиада жүлдегерлерде бүгін мемлекеттік наградалармен марапатталды. Алтын медаль иегері Давид Дегтярев 1-ші дәрежелі, Ақмарал Науатбек 3-ші дәрежелі барыс орденін алды. Сондай-ақ ұлттық құраманың бас бапкерлеріне парасат, құрмет ордендері және мемлекет басшысының құрмет грамотасы табысталды. Ақмарал Науатбек әлем және Азия чемпионы. Дзюдомен 11 жасынан айналысады. 2021 жылы көру қабілеті нашарлап, пара дзюдодан ұлттық құраманың сапына қосылды. Дарынды спортшы мұнда да қарсылас шақ келтірмеді. Парижде Францияның белді балуаны Сандрин Мартинді тізе бүктіріп, қазақ қыздар арасында алғашқы паралимпиада чемпионы атанды. Әуелі халықтың қошеметіне бөленген дзюдошы бүгін мемлекеттік наградамен марапатталды. 6 ай бойы тек қана осы паралимпиадаға дайындалдым. Барлық қарсыластарымды зерттедім. Еңбегім еленіп жатыр, халық қуанып жатыр. Халықтың қолдауы бар, барлығын сезініп жатырмыз. Ал бұл Париж паралимпиадасының күміс жүлдегері Еркін Ғаббасов. Нысана көздеуден ел тарихында медаль алған тұңғыш парамерген. Үмітті ақтаған үшін парасат орденін алды. Алдағы жоспар енді Лос-Анджелесқа дайындаламыз. Ең бастысы жылдың бірінші-екінші жылдарында лицензияны алып, соған дайындалым. Арманым сол Қазақстан туын ортаға жоғары көтеріп желбіреткім келеді.
Күміс медаль егерлері Нұрдаулет Жұмағали мен Ерғали Шәмейде парасат орденінің кавалері атанды. Қола жүлдегерлері Дастан Мұқашбеков, Зарина Раифова, Даяна Федосова және Жұрқа Мырза Шүкірбеков құрмет орденімен марапатталды. Ел мерейін асырған оғландарды дайындаған бапкерлердің де еңбегі ескерусіз қалмады. 21 жылдан бері тыңғылықты осы паралимпиада ойындарына дайындалдық. Осы Қазақстанға келгеннен кейін біздің халық құрметтеп бәрі құттықтағаннан кейін сындап сезіне бастадық. Спортшы осындай үлкен нәтижеге жеткізіп салған еңбегін ақтағаннан кейін ол өте керемет. Жалпы 17-ші жазғы паралимпиада ойындарында ел құрамасы 9 медальді қанжығалады. 2 алтын, 3 күміс, 4 қола бар. Осылайша байрақты бәсекеде 39-ші орынға тұрақтады. Марапат алып марқайған спортшылар мұнымен босаңсымайды. Келесі олимпиадаға қазірден дайындалып жатыр. Жанел Нұрболат, Қошқар Байқалиев, Жібек жолы. Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штабтың ресми сайты іске қосылды. Жаңа платформадан тұрғындарды толғандырған сан сауалға жауап табуға болады. АЭС 2024.kz сайтында қазақ және орыс тілінде ақпараттар берілген. 3 бөлімнен тұрады, оның бірінде алдағы референдум жайлы жан-жақты ақпарат жүктелген. Сондай-ақ атом энергетикасының ерекшелігі туралы мол мәліметтер бар. Сонымен қатар атом электростанцияларының саны мен халықаралық құрылыс тәжірибесінен бастап қауіпсіздік стандарттарына дейін жазылған. Жыл сайын көміртектің көп бөлінуінен озон қабаты жұқарып, ғаламдық жылынуда жылдамдатып жатыр. Сондықтан әлем әлде қашан көмір жағудан бас тартуды жоспарлап қойған еді. Қазақстанда 2060 жылға дейін бұл отынды қолданбау керек. Өйткені халықаралық ұйымдар алдында келісімге қол қойғанбыз. Бірақ қазір өндіретін энергияның 60%-ын көмірден алып отырмыз. Отандық ғалымдар бұл тұста атом электр станцияларын салу ең тиімді шешім дейді. 4 ғана реактордың өзі 20 миллион халықтың 10-12% энергия қажетін өтей алады. Баламалы энергия көздері де бар бізде. Баламалы энергия көздерінің саны бізде 148 нысанды құрайтын болса, сол 148 нысанның өзі жылына 30 ғана пайызды береді. Бұл дегеніңіз өте аз, ал шын мәнінде біз осы баламалы көздеріне көптеген қаражатты жұмсаймыз. Сондықтан осы атом электр станциясына тоқталып жатқан жағдай бар. Неге десеңіз, бір атом электр станциясы бізде жалпы Қазақстанды қамтамасыз ете алатын мүмкіндігі болып тұр. Биыл Түркістан облысында 47 ауылға газ кірді. Демек, осы елді мекендердің 75 мың тұрғыны көмір жағып, күл шығару бейнетінен құтылған. Жалпы Түркістан облысы газдандыру жағынан республикада бірінші орында тұр. Өйткені өңір тұрғындарының 81%-ы көгілдір отынның игілігін көріп отыр. Тілшіміз жалғайды. Оразкүл Арыстанбайқызы Ордабасы ауданының тұрғыны, айтуынша әр қыс сайын 7 тонна көмір жағатын. Сондықтан бұл күнді асыға күттік дейді. Өйткені зейнеткерге алатаңнан кешке дейін от жағып, күл шығару оңай емес. Газ деген келгелі жақсы болды, Құда қаласа. Рахат, күл шығармаймыз, от жақпаймыз, Құда қаласа. Жылы үйдің іші таза, құтылып қалдық күл шығарғаннан неден. Рахмет газ бергендерге. Қазір аймақтағы 510 ауыл тұрғындары көгілдір отынның игілігін көріп отыр. Жыл соңына дейін олардың саны 557-ге жетеді деп жоспарланған. Сондай-ақ Түркістан облысында жылдар бойы құрылысы тоқтап тұрған газ нысандарының мәселесі шешілді. 1,5 жылдың ішінде олардың 40-тан астамы ретке келтірілді. Қазір уақытта біздің кейбір аудандарға осы газдандыру көрсеткіштері бойынша 100%-ға жеткен аудандарымыз бар. Олар біздің Түркістан қаласы, сондай-ақ Сайрам ауданы, Төле би, Түлкібас аудандары толықтай газбен қамтамасыз етілген. Енді қазір уақытта облыс басшысының тапсырмасына сәйкес біздің шалғай жатқан аудандарымыз бар, газдандыру деңгейі төмен аудандарымыз бар. Соларға баса назар аударып, бөлінген қаражаттың елеулі бөлігін сол аудандарға бөліп отырмыз. Қазір көгілдір отын мәселесі тек Созақ ауданында ғана шешілмей тұр. Себебі қаржы жағы қол байлау. Десек те жауаптылар 2027 жылдың соңына дейін Түркістан облысы 100% көгілдір отынмен қамтылады деп отыр. Нұркен Акымхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Түркістан демекші, Түркістан қаласына айрықша мәртебе берілмек. Соған қатысты заң жобасын бүгін мәжілісте таныстырылды. Құжаттың мақсаты киелі шаһардағы тарихи мәдени келбетін сақтап қалу, ол үшін Түркістаннан жеке дизайн коды болады, ал қала әкімдігі мен мәслихатына қосымша 34 құзырет беріледі. Заң жобасы 4 тарау 15 баптан тұрады.
Түркістан қаласында жұмыс жасайтын қол өнершілердің белгілі бір шығындарының 25-30%-на дейінгі шығындарын өтеп беру қарастырылған. Егер құрметті депутаттар заңды қабылдап жатқан болса, осы норма өту ықтимал. Бұл қолөнершілерге қатысты. Енді сол қолөнермен қатысты маңызды ерекше және Түркістандағы туризм мәселесі бар. Туризм саласындағы салынып жатқан инвестициялардың, жалпы туризм саласындағы жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлердің шығындарының 10%-ын бюджет есебінен өтеп беру дегенде нормалар қарастырылып жатыр. Ерекше мәртебе берілген қала тікелей республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Сондай-ақ шаһардың тарихи ерекшелігі саналатын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында ешқандай құрылысқа рұқсат жоқ. Ал 100 метрден қашық салынатын ғимараттың биіктігі 7 метрден аспауы тиіс. Сонымен бірге құрылыс материалдарының түсі де әлгінде айтқан жеке дизайн кодқа сай таңдалмақ. Солтүстік Қазақстанда тасқыннан зардап шеккендердің бірде-біреуі үйсіз қалған жоқ. Түгел баспанамен қамтылды. Кеше соңғы 173 отбасы жаңа қонысқа көшті. 3-4 айда Петропавлдың іргесінен Бірлік ауданы бой көтеріледі. Жаңадан 700 үй салынады. Кешірім сұраймын, мұнымен қоса тағы 1300-ден астам отбасыға екінші нарықтан пәтер сатып алынды. Толығырақ теріскейдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы тарқатады. 70 жасқа таяған Әлима Жаманғұзованың бұрынғы баспанасын көктемде су басты. Бар дүниесінен айырылған ол осы күнге дейін туған туыстарын паналап келген. Енді міне 3 бөлмелі су жаңа баспана бұйырды. Зейнеткер болашақта бау-бақша егіп, мал ұстауды жоспарлап отыр. Менің өзімнің інім үйсіз қалған, сеңнім үйсіз қалған, қызым үйсіз қалған. Бәрі де міне алды. Мен ғана жалғыз қалдым, енді бүгін мен алып отырмын. Біздің үкіметімізге үлкен рахметімді айтамын. Қиын болды ғой су басқанда? Өте қиын болды, өте ауырып та қалдық. Енді қазір бақыттымын енді. Енді балаларымен бақытты осы үйде өмір сүремін. Көктемгі тасқын кезінде өңірде 4000-ға жуық баспана бүлінді. Оның жартысына жуығы бұзылып, қалғаны жөнделді. Мұнымен қоса 1300-ден астам отбасыға екінші нарықтан пәтер сатып алынды. Қала іргесінде Бірлік шағын ауданында айналасы 4-5 айда 700 баспана салынды. Бүгінде құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Енді қалада бүлінген бөгеттер ретке келтіріледі. 100% президенттің тапсырмасы осы Солтүстік Қазақстанда орындалды. Зардап шеккен кісілерге тиісті көмек көрсетілді. Инфрақұрылым бұл жақта барлығы бар. Су бар, электр энергиямен қамтамасыз етілген. Қаржы бөлінетін болады. 1,5 айдың ішінде осы облыста тиісті дамбалар, бөгеттер бой көтереді. Зардап шеккен жандарға тұрмыстық техника жиһаз да табысталды. Әрі жаңа Бірлік ауданында учаскелік полиция пункт ашылды. Енді жыл соңында балабақша пайдалануға беріледі. Ал келесі жылы жолдарға асфальт төселіп, 600 балаға арналған мектеп салынады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Жыл басынан бері 760 мыңға жуық отандасымыз зейнетақы қорынан 3,5 триллион теңге алған. Жылдар бойы жинаған ақшасын олар үй алуға, тұрмыс жағдайын жақсартуға жұмсаған. Бұл мәліметті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жариялады. Қордағы жинағын баспана алуға жұмсағандардың көбі алматылықтар екен. Олар 841 миллиард теңгесін әртүрлі банктер арқылы қордан шығарып алған. Үздік бестікте Астана қаласы, Маңғыстау, Атырау, Қарағанды облыстары бар. Зейнетақы қорынан ақшасын ең аз алған Ұлытау мен Алматы облысының тұрғындары. Үй алуға ғана емес, зейнетақы жинағын емге жұмсағандарда аз емес, бұл мақсатта қордан 514 миллиард теңге алынған екен. Бұл 380 мыңдай отандасымыздың жинағы. Президент өз жолдауында салық саласын цифрландыруды, фискалды жүйені жетілдіруді тапсырған еді. Кірістер органдары оған қаншалықты дайын,
бұл бағытта не істеп жүр? Біз мұны қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитеті төрағасы Жандос Дүйсенбиев мырзадан сұрап білеміз. Жандос мырза, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Енді салық мәселесі өте өзекті мәселелердің бірі. Президент те салық өзінің жолдауында салық органдарына қатысты қазіргі жазалау тәсілінен бас тартуға, кәсіпкерлерді қатты қыспақ қалмай, берешегі белгілі бір мөлшерде асып жатса, яғни оған бір жеңілдік жасау, кешіру мәселесі секілді дүниелерді, яғни кеңдік жасау туралы айтылды. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылады бұйырса, мұның мәні неде? Жеңілдікті, бизнеске жеңілдік жасау мақсатында жаңа кодекста біз шығыс, банктағы шоттар шығыс операцияны тек қана жаңағы берешек сомасына ғана қойылады. Мысалы, сізде берешегіңіз 2 миллион теңге болған жағдайда, шотыңызда 10 миллион болдық дейік, сол кезде осы 2 миллионға ғана тыйым салынады, қалған 8 миллионды жаңағы өзіңіздің жұмысыңызда қолданыласыз. Яғни айналымды айналдырып, кәсібіңізді әрмен қарай дөңгелету. Тағы да бір жеңілдіктердің біреуі, ол мүлікті кепілдікке салмай-ақ кейін төлеу және немесе бөліп төлеу біздің жаңа кодекста көрсетілген. Шағын, орта бизнеске арналған. Солардың кішігірім қарыздары болған кезде, мүлігі жоқ болған кезде осы мүмкіндікпен қолданылады. Одан басқа бізде енді бизнестен көп шағым түсетін, жаңағы заңды, мысалы заңды тұлға өз мекен жайында орналаспаған жағдайда біз оны қосымша құн салық есебінен шығарып тастайтынбыз. Осы жаңа салық кодексінде біз ол шараны алып тастадық. Одан басқа камералдық бақылау. Бұл дегеніміз не? Камералдық бақылау, бақылауда біз әрі жаңағы берілген есептерінде айырмашылық тауып жатқан жағдайда біз хабарлама жібереміз. Хабарламаға жауап бермеген жағдайда біз банктік шоттарын жабатынбыз. Болмаса берген жауабында біз қанағаттандырылмасақ, сол кезде банктік шоттарын жабатынбыз. Қазіргі кезде енді біз одан бас тарттық. Енді мынау салық мәселесіне келген кезде көп жағдайда жаңағы цифрлар дұрыс келмей жатады, аражігі дұрыс болмай жатады. Сондықтан да қазір мейлінше электронды форматқа ауыссақ бәрі дұрыс болады, бір тәртіппен деген ойлар. Президенттің өзі де айтты, мейлінше бұл бағытты, осы саланы мейлінше цифрландыру керек деді. Қазір сіздің басқарып отырған комитет жалпы осы бағытта қандай жұмыстар атқарасыздар? Қазірдің өзінде бір жасалған жұмыстар бар шығар бәлкім? Қазіргі бәріңізге белгілі 14 ескі ақпарат жүйесінде жұмыс істеп жатырық. Осы 14 ақпарат жүйесінің орнына біздің жасап жатқан жұмыс ол 5 ақпарат жүйені құру. Оның ішінде 3-еуі мүлдем жаңа ақпарат жүйе болады, 2-еуі қазіргі таңда қолданылып жатқан. Әрқайсысына қысқаша тоқталсақ, біріншісі бұл электрондық шот фактура. Осы көп мемлекеттердің арасында, оның ішінде дамыған мемлекеттердің арасында біз бірінші болып 2020 жылы осы жүйені енгізгенбіз. Одан басқа жаңағы біздің салық төлеушілердің көбісінің шағымданатын сұрақты бәріміз білеміз. Жүйеде, осы жүйеде болып жатқан ақаулар, ол жаңағы есептерін уақытылы тапсырамайды, жүйе оны өңдеп үлгермейді деген. Бұл жерде бұл сұрақтарды біз шешіп отырық. Ендігі әр құжат 1 минуттан аспайтын уақытта өңделіп отыратын болады. Мысалы салыстыратын болсақ, қазіргі ескі жүйелерде ол уақыт бірнеше сағатқа дейін созылып кететін. Одан басқа бұл жүйеде бір уақытта 250 мың адам қолданылатын болады. Өте жақсы. 5 ақпарат жүйесі болады. Бұл бірыңғайлы экосистема болады ғой. Жаңағы бір орталықтандырылған база дейік. Жақсы, одан кейін маған не ұнағаны, Жандос мырза, бұл жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, енді сағатта уақыт кететін, оның үстіне бір мезетте сол экожүйеден бар болған 100 мың адам алса, қазір санаулы минут қана, оның үстіне 250 мың адам.
Жақсы. Алдағы уақытта салық кодексі бекітіліп, қоғамның мүддесіне, ел мүддесіне жұмыс істейді деген үміттеміз. Жандос мырза, алтын уақытыңызды қиып, студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жібек жол телеарнасында 111 телехикаясы басталады. Алғашқы бөлімін бүгін сағат 22:00-де көре аласыздар. Туындыға арқау болған қоғамдағы ең өзекті мәселе бұл әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан, отбасындағы озбырлықтан қорғау. Детективтік драма 40 сериядан тұрады, өмірде болған шынайы оқиғаларға негізделген. Новый сезон канала «Жібек жолы». Бұл сериал телеарнаның жаңа маусымында жарыққа шығып отыр. Арнаның түсірген алғашқы телехикаясы. Телетуындыға арқау болған әлеуметтік тақырыпты ашық, шынайы түрде қозғауға мүмкіндік берген арнаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Көрермендерге сериалдағы оқиға желісі ой салып, пайдалы боларына сеніміміз мол. Бүгінге айтарымыз осы, құрметті көрермен, әрмен қарай эфир тізгінде әріптесім Айгүл Мүкей. Айгүл, кеш жарық, сөз тізгіні өзіңізде. Кеш жарған уар біз ары қарай жалғастырамыз. Вечерний прайм-тайм продолжает программа «Новое время». В ближайшие полчаса расскажем о самых интересных новостях этого дня. В студии Айгуль Мукей, сурдопереводчик Бахдаулет Кожбанов.